Қоңыраулы тақия. Баяғыда таудың етегінде бір ауылда Әли есімді ұл бала өмір сүріпті. Әли ширақ, ақылды бала еді, бірақ кейде ашуға тез беріліп, сөзбен ренжітіп қоятынның әдеті бар болатын. Бір күні атасы оған ерекше бір тақия сыйлайды. Тақияның шеті алтын жіппен кестелген, ұшында кішкентай қоңырау бар екен. Бұл жай тақия емес, дейді атасы. Бұл жүректің үніне бағынатын тақия. Егер жүрегінен шыққан жылы сөз айтсаң, қоңырауы сыңғырлап қуанады, ал қатты сөз айтсаң, үнсіз қалады. Әли сене қоймайды, бірақ қызық үшін киіп жүреді. Келесі күні ол досына, сен түк білмейсің, деп ренжіп айтып еді, тақияның үні үнсіз қалыпты. О, рас екен ғой деп ойланады бала. Біраздан соң ол кішкентай қарындасына, сенің суретің сондай әдемі дейді, жылы жымиып. Қоңырау сыңғыр етіп сыңғырлап кетеді. Содан бастап Әли әр сөзіне мән беріп сөйлей бастайды. Бірте-бірте балалар да оған қарап сөзін жылытуға үйренеді. Ауылдағылар Әли өзгеріп кетті, үнемі күлімдеп жүреді, сөздері жүрекке жылы деседі. Ал Әлидің басында сол баяғы тақия қоңырауы сыңғырлаған сайын адамдар да жадырап сала беретін. Күндердің бір күні Әли кішкентай баланың жылап отырғанын көреді. Қасына барып, бәрі жақсы болады, мен қасындамын дейді. Сол сәтте тақиядан бұрын соңды естілмеген нәзік, ұзақ қоңырау үні естіледі. Ауыл іші бір сәтке тынышталып, бейбіт үнге бөленеді. Содан бері бұл ауылда жыл сөз жүрек үні деген сөз қалыпты. Ал Әлидің қоңыраулы тақиясы ізгіліктің белгісіне айналады.